Ассалаумағалейкум ағайын. Сонымен Атышулы Дики дейтін Арманның ісі сотқа жетті. Процесс бір аптадан бері өтіп жатыр. Ол бандитизмге қатысты 5 баппен айыпталған. Дегенмен қаңтар оқиғасында халықты ереуілге шақырған Арман Жұмагелдиев сол әйгілі Дики оны ұлттық қауіпсіздік комитеті жалдаған деген ақпар бар. Бұл қаншалықты рас? Қырғынның бүкіл жоспарын құрып, Дикиді алдымен жіберіп, артынша оны қамауға тапсырма берген Назарбаевтың немере інісі Самат Әбіш деседі. Мұны сотта ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-ші департаментінің бастығы болған, қазір тергеліп жатқан Руслан Искаков айтып салды. Осыдан кейін бе Самат Әбіштің де үстінен іс қозғалғаны туралы ақпарат күні кеше әлеу желіні басып қалды. Айран ішкен Әбішев құтылып, қаспақ жеген Арман сияқтылар тұтылып кетпей ме деген көкейде сұрақ бар. Арманның соты басталғалы қаңтар оқиғасына қатысты біраз деректер әшкере болып та жатыр. Мұның бәрін көрген дұрыс, көрермені сізге көрген дұрыс. Алдымен арнамызға жазылып, сол жақтағы қоңырау белгісін басып кетуді де ұмытпаңыз. Қанды қаңтар оқиғасында қатысы бар деген күдікпен ұсталған қылмыс әлемінің серкесі Дики Арманның соты 15-ші қыркүйекте басталған. Онымен қатарында кәсіпкер Алматы мәслихатының бұрынғы депутаты Қайрат Құдайберген де бар. 42 адам ісін судья майшаммен қарамақ. Сот процесі журналистер үшін есікті тарс жапқан. Кіргізбейді. Тек ара-тұра трансляциядан үзінді беріп алдап қойған. Дики Арманның өзі сотқа онлайн қатысып жатыр. Бейне бір сотқа емес тойға келгендей киініп алған өзді. Арманның абақтыда отырғанына 1,5 жылдан асты. Түріне қарасаң түрмеде отырмағандай, қолында көзірі бар сияқты. Сонымен сотта не қызық болып жатыр? Процесс басталған бетте Алматы қаласында ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-ші бөлімін басқарған Руслан Искаков мынандай бір тың деректі айтып салды. Доказывает свою невиновность, а ходатайство о проверке своих доводов. Ссылался на соответствующие документы, которые находятся в КМБ. Называл эти документы, в том числе, где они хранятся. Парадокс нелепость заключается в том, что мои показания были проигнорированы. С целью сокрытия от общественности и публичности, через год после моих допросов были засекречены мои показания и спрятаны под замок. Оған бүкіл тапсырманы сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының 1-ші орынбасары болып тұрған экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Самат Әбіш беріпті. Дики Арманды да тұтқындауға Самат Әбіш шетелде жүріп бұйырыпты. Руслан Искаковтың әйелі де журналистерге берген сұхбатында осыны айтқан. Күйеуіне қаңтардың 4-нен 5-не қараған түні Самат Әбіш хабарласады. Сондай-ақ Алматы ұлттық қауіпсіздік комитеті бөлімінің бастығы Мәжілевте телефон соғыпты. Бірі әкім ғимаратындағы қызметкерлерді босатуын сұраса, енді бірі аурухананы күзетуін тапсырған. Және екеуі де бұл істі тындыруды Дики Арманға аманаттаған. Ал полиция қызметкерлері ол кезде не істеп жүргендері белгісіз. Не үшін құқық қорғау қызметкерлері тәртіп орнатуда қылмыс әлемінің серкесіне тапсырды? Дики Арманның сот залында не үшін шіреніп тұрғаны енді түсінікті болғандай ма? Кей телеграм арналар Дики Арман 2016 жылдан бері ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірігіп жұмыс істей бастады деп жазып жатыр. Сот отырысында Арманды КМБ, яғни ұлттық қауіпсіздік комитеті қоғам белсендісі ретінде танытқаны жайлы ақпарат айтылды. Алайда Арман Жұмагелдиев сенбейтін адамдарға сенім артқан секілді. Қылмыс әлемінің серкесінің ұлттық қауіпсіздік комитетіне қызмет көрсетуінің де өз құпиясы бары анық. Өйткені Дики Арман бұған дейін бірнеше мәрте істі болғаны белгілі. Атышулы Дикидің әйелі бұған дейін журналистерге сұхбат бергені мәлім. Қаңтар қырғыны болардан 10 шақты күн бұрын, яғни желтоқсанның 21-інде 38 жастағы Дики Арман Алматыға ұшып келеді. Өйткені сол күні әйелі босаныпты. Арманның келіншегінің айтуынша, қаңтар оқиғасындағы бүлікті басуға ұлттық қауіпсіздік комитетінің шамасы жетпей жатқанын айтып, комитет басшылары Арманның көмегіне жүгініпті мыс. Сол сәтте Арманның адамдары 4 полиция қызметкерін аман алып қалғанды. Бірақ сотта әлгілер куәгер ретінде шақырылғанымен оларды ешкім таппай қалды. Егер шынымен Арманның бандасы халықты сабырға шақырғысы келсе, неліктен кейбірін Қазақстан қонақ үйіне апарып соққыға жығады? Дики Арман жендеттері 24 адамды күштеп ұстаған деген ақпар бар.
біреуі соққыға шыдамай қайтыс болды. Алаңда басу сөз айтқан Арманды неге жұрт тыңдамаған? Арманның әйелінің сөзінше, ол Қайратпен дәл сол қаңтар оқиғасында кездесіпті. Екеуі көтеріліс кезінде адамдарды жинап алаңға шыққан, басу айтпақ болған дейді. Бірақ енді екеуіне де тәртіпсіздік ұйымдастыру, қару-жарақ пен адам ұрлау, бопсалау бойынша айып тағылды. Айта кетейік, бұған дейін ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған Кәрім Мәсімов мемлекетке опасыздық жасады деп танылып, 18 жылға сотталды. Тергеушілер қармағына енді Мәсімовтың орынбасары болған Самат Әбішев телікті. Сот кезінде сөйлеген куәгерлер бұлтартпас деректер көрсетіп жатыр. Күні кеше бас прокуратура Назарбаевтың немере інісі Самат Әбішке қатысты іс қозғалғанын айтты. Қазір ол Қазақстанда, оған шекарадан шықпау туралы қаулы шығарылған. Бұл істер аса құпия түрде қаралатыны анық. Бұған дейін Самат Әбіштен тікелей тапсырма алып отырған Руслан Искаковтың айтқандары дәлелденсе, ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшыларының басына біраз тықыр таянатын сияқты. Інісін бұрынғы президенттің өзі де құтқара алмайды-ау. Міне, уақыт өте қаралы қаңтар оқиғасы жайлы тың деректердің беті ашылып жатыр. Тек тарих қана бар шындыққа куә деген осы болса керек. Үкім шығарушы орган әділдікті ту етсе, біраз былықтың беті ашылуы бек мүмкін. Қаңтарда алаңға шыққан қарапайым адамдарды қамап, ұрып-соғып 10 жылдан қолдарына кісен салды. Ал шенді байларға келгенде жеңілдік беріліп кететіні тағы бар ғой. Бұл істе солай болып кетпей ме? Біз шынында да жаңа Қазақстанға өттік пе? Әлі де оған уақыт сыншы. Ескертеміз, біздің арна ешкімді ақтап, ешкімді қараламайды. Тек YouTube көрермендері үшін әлеу желідегі таралып жатқан сан алуан ақпаратты ғана айту. Біздің арнаны көрген дұрыс.